патша өткен, сол Намрут патша пайғамбарға иман келтіріп, оған ілесудің орнына сондай сөз айтқан. Құдайыңды маған шақыр, мен құдайыңмен соқсам дейді. Деп, келесі күні әскерімен осындай деген алаңға шығамын, құдайыңды айт, ол да өзінің әскерімен келсін деді. Сөйтіп, сол Алламен мен соқсамын деп, сол Намрут деген патша осындай сөз айтқан. Сөйтіп, келесі күні бүткіл әскерін жинап, тістірнағына шейін сауытты киіп, алаңда күтіп тұр. Кімді күтіп тұр? Құдайды күтіп тұр. Алланы күтіп тұр, әскерімен келсін, мен олмен соқсам деді. Алла субхана ва тағала Абраха деген патшаға жіберген секілді абабил құстар жіберген жоқ. Алла субхана ва тағала оған періштелерді ешнәрсе жіберген жоқ. Бірақ шыбын жіберді оған. Шыбын жіберді. Ол әрқайсысын киген сауыттарын сипаттайды кітапта. Көзінде екі тесік болған, көріп отыру үшін, мұрнында екі тесік болған, демалу үшін. Қалған еш жерінде тесік болмаған, темір сауыттарды киіп алған әскер баршасы. Жаңа шыбын ұшып келеді де, мұрнының тесігінен кіріп кетіп, маңдайына тұрып қалды деді. Сөйтеді де, жаңағы Намрут патша сөз айтқан кезде екі қанатымен қағады екен. Сол кезде басы шайқалып, жанындағы уәзірлерін айтады екен. Қолындағы шоқпамен басыңа ұрыңдар. Жан-жағынан шоқпақпен ұрған кезде талып түседі екен Намрут патша. Есін жиады, қайтадан атқа отырғызады. Енді тағы бірден айтайын атқан кезде шыбын қайтадан қанатын қағады. Тағы да басы шайқалып, жанындағыларға ұр дейді екен. Жан-жақтан соққылап, жаңағы патшаның иесі шықты. Сонымен не болды? Жаңағы патшаның айтқан сөзі, менің басымды кесіп тастап, дәл осындай басты қалыпқа салып, алтыннан бас жасап, қаланың дәл ортасында